Енді осы және өзге де ақпараттар алдағы минуттарда. Мемлекеттік қызметке үміткерлер енді үйден шықпай-ақ конкурсқа қатысуына болады. Яғни қажетті құжаттарды пошта арқылы жіберіп, әңгімелесу бейне байланыс құралдар арқылы қашықтықтан жүргізілуі мүмкін. Осындай өзгерістер туралы облыс бойынша мемлекеттік қызмет істері департаментінің басқарма басшысы Жасұлан Шынтасов баяндады. Айтуынша, үміткерлерге құжаттардың толық тізімін ұсынудың қажеті жоқ, алдымен өтініш, диплом және қызметтік тізімінің көшірмелері тапсырылады. Онан соң конкурстық комиссияның оң шешімімен ғана кандидат қалған құжаттарды ұсынады. Конкурстық рәсімдердің ашықтығын одан әрі арттыруға бағытталған түзетулер қабылданып, соңғы түзетулерге сәйкес конкурсқа қатыса әлеуетті бақылаушылар қатары барынша кеңейтілді. Енді әрбір кәмелет жасқа толған әрекетке қабілетті азамат бақылаушы болады. Бұл үміткерлерге конкурс комиссиясының хатшысын алдын ала хабардар ете отырып, өзінің байқаушысын әңгімелесуге шақыруға мүмкіндік берілді. Яғни, ендігі кезекте байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына қатысу үшін адам әңгімелесу басталғанға дейін 2 сағаттан кешіктірмей персоналды басқару қызметіне, жаңа айтып отқан кадр қызметіне қойынды. Хабардар ету конкурс өткізу туралы хабарлауды көрсететін телефон бойынша немесе электронды пошта бойынша жүзеге асырылады. Осы уақытқа дейін қайта тестілеуге алдыңғы тестілеуден өткізілген күннен бастап 1 айдан кейін емес мерзімнен кейін жол берілетін. Енді өзгерістерге сәйкес қайта тестілеуге алдыңғы тестілеу өткізілген күннен бастап күнтізбелік 15 күннен кейін емес мерзімнен кейін жол беріледі. Сондай-ақ бүгінгі күні агенттіктің бастамасымен үздік мемлекеттік қызметші және үздік ауыл әкімі республикалық конкурстары өтуде. Дәстүрлі байқау өңірлік және республикалық кезеңдерден тұрады және дистанциялық форматта өтеді. Конкурсқа мемлекеттік қызметтегі өтілі бар 1 жылдан кем емес тәртіптік жазалары жоқ қызметшілер қатысуда. Ал рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қолға алынған үздік ауыл әкімі республикалық конкурсы алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Жергілікті өзін-өзі басқару дамытуға және жергілікті маңызы бар мәселелерді тиімді шешуге үлес қосқан, жұмысы жоғары практикалық нәтижелерге жеткен үздік ауыл әкімдерді анықтауға және көтермелеуге бағытталған үздік ауыл әкімі республикалық конкурсын жариялады. Байқау нәтижелері 2020 жылдың қыркүйек айында белгілі болады.